Сәлеметсіздер ме? Сіздерге шапшаң оқудың 4 қадамы туралы бейнежазба түсіріп отырмын. Жұмыстың ретін қадамдар бойынша бөліп қойдым. Бірінші қадам: әріптерді дұрыс тану, айту. Балалар, бұл әріптерді тани ма, айта ала ма? Мұқият қарап шығыңыз. Бұл әріптермен мектепалды дайындық тобында танысқан болу керек. Осы әріптерді әрі қарай есіне түсіріп шығайық. А. Алма. Е. Есік. О. От. У. Уық. Т. Тақта. П. Парта. Н. Нан. У. Кейде дауысты, кейде дауыссыз болып келеді. Р. Радио. Міне бұлар әріптер. Екінші қадам: ашық буын құрау. Ол үшін бірінші қадамда айтылған әріптерге тағы әріп қосып буын құраймыз. Буын сөзді айтқан дауыс толқыны. Ашық буын дегеніміз дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа аяқталатын буындар. Қане балалар, менімен бірге қайталаңыздар. Та, то, ту, па, по, пу, на, но, ну, те, пе, ре. Осы буындарды жаттау керекпіз. Жаттауға шамамен бір аптадай уақыт кетуі мүмкін. Күнде ашық буынмен жұмыс жасаймыз. Жаттығудың бір түрі: кестеге буындарды жазып алып, осы жерде кестеде та буынның қаншасы бар, но буыны қанша, па буыны қанша деген сияқты сауалдар қойып жауап бересіздер. Үшінші қадам: тұйық буындар құрау. Ашық буынды меңгертіп алғаннан кейін тұйық буынды меңгертеміз. Тұйық буын дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Ат, от, ут, ор. Ап, оп, уп, ар. Ан, он, ун, ур. Ен, эт, эп, эр. Төртінші қадам: бітеу буындар құрау. Бітеу буын дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Мысалы: тон, топ, тау, уат, тер, пер, тап, нар, тар, тур, уап, тор. Яғни осы бітеу буындарды да жаттап аласыздар. Бірнеше рет қайталап шығасыздар. Бүгінгі өткен әріптерге байланысты буындарды оқимыз. Үш буынды оқып, төртінші буынға екпін түсіреміз. Екпін түсіріп, оқып үйренетін боламыз. Та, то, ту, па, по, пу, на, но. Ну, та, па, на. То, по, но. Ту, пу, ну, ат, от. Ут, ап, оп, уп. Ан, он, ун, ат. Ап, ан, от, оп. Он, ут, уп, ун. На, та, па, уа. У, ау, ап, ан. Ат, то, по. О, оу, уа, оп. Он, от, ну, ту. Пу, у, ау, оу. Уп, ун, ут. Балалар, өздеріңіз осы бейнежазбаны қарап, оқып дағдыланыңыздар. Сәттілік тілеймін. Зейіндеріңіз ашылсын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Әдемі жазу бірінші сыныпқа арналған сабақ. Әдемі жаза білудің әр оқушы үшін маңызы өте зор. Әдемі жазу бұл мәдениеттіліктің белгісі. Әрі сол жазуды оқитын адамға қарым-қатынасы, құрметі. Әдемі жазу өнер, таза, анық. Әдемі жазуды оқу да жеңіл. Ондай жазумен берілген ойды түсіну де оңай. Әріп таңбаларын әдемі көркем етіп салуға жаттықтыру мақсатында жүргізілетін жұмыстардың оқушы бойында жақсы қасиеттердің қалыптасуына ықпалы бар. Мектепке алғаш келгеннен бастап баланың жазуына жете көңіл бөлмеу көп жағдайда оның өз ісіне салдыр, салақ қарауына, жауапкершілікті сезінбеуіне әкеп соғады. Таза, әдемі жазуды талап ету
оқушының әсемдік сезімін оятып, мінез құлқын тәрбиелеп, жауапкершілікке, тыңғылықтылыққа, ұқыптылыққа үйретеді. Әдемі анық жазуға үйрету арқылы мұғалім оқушыны еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа, әдемілікке тәрбиелейді. Жазу процесінде оқушы дұрыс отыру керек. Қаламсапты дұрыс ұстауы, дәптерді партаға орналастыруы, осының бәрі баланың көзіне, жазуына, жұмыс қабілетіне әсерін тигізеді. Көркем жазу сабағына қойылатын талаптар: отырғанда орындық партаға кіріп тұруы керек, және оқушы тік отыруы шарт. Сол қол дәптерді басып, ал оң қолдың басы дәптерде жатады. Бұл оң қолмен жазатын оқушылар үшін, сол қолмен жазатын оқушылар үшін де керісінше. Көркем жазу сабағына қойылатын талаптар: көз бен дәптердің арасы 30 см болуы шарт. Оң қолмен жазса, жарық сол жақтан, сол қолмен жазса, оң жақтан түсуі керек. Жазу ұзақтығы бірінші сынып оқушылары үшін 5 минутты құрайды. Одан ұзақ жазу баланы шаршатады. Арасында балаларды демалдырып, сергіп жаттығуларын жасатып алған жөн. Оқушы қаламды қалай дұрыс ұстау керек? Ең бастысы оқушыға қаламды қалай дұрыс ұстау керектігін көрсету. Егер сіз оны түзетпей, өз қалауы бойынша сурет салуға немесе жазуға рұқсат берсеңіз, онда қайта даярлау процесі ұзақ уақытқа созылады. Жазу құралы ортаңғы саусаққа, атап айтқанда, оның жоғарғы бунағына сүйенеді. Тұтқа екі жаққа бекітілген. Үстіңгі жағында сұқ саусақпен, ал бүйірінде бас бармақпен. Екі саусақ, сақина мен кішкентай саусақтар жазу кезінде кедергі жасамау үшін қолды бүгу керек. Егер оқушы қаламды сол қолымен ұстап тұрса, онда дұрыс ұстау процесі дәл солай, тек керісінше. Балаңызға жазу құралдарын дұрыс ұстауға үйретудің қарапайым жолдары: егер оқушы қаламды дұрыс ұстауға дағдыланбаған болса, немесе оған дұрыс ұстауға тез үйрену қиын болса, саусақтардың дұрыс орынға үйренуіне көмектесетін бірнеше әдістер бар. Оң қолмен жазатындарға ғана емес, сол қолы негізгі болып табылатын балаларға да қолайлы, ең танымалын қарастырайық. Бірінші әдіс: ортаңғы саусақтың жоғарғы бунағына түсті нүкте салыңыз. Кез келген ыңғайлы әдісті қолдануға болады. Фломастер, бояулар, стикерлер. Қаламды қолыңызға қойыңыз, сонда ол сызылған нүктеге тіреледі. Қарындашқа саусағыңызбен жанасатын нүктені салыңыз. Нүктелерді орналастыруда қателеспеу үшін қаламды қолыңызға ұстаған кезде қажетті орындарды белгілеңіз. Екінші әдіс: қағаз майлық. Кәдімгі қағаз майлықтың жартысын алыңыз. Толығымен алмау керек, себебі ол баланың қолына сыймайды. Содан кейін оны аты жоқ саусақ пен кішкентай саусағымен қыстырасыз. Ал қалған үш саусағымен бас бармақ, сұқ саусақ және ортаңғы майлық құлап кетпейтіндей етіп, баладан қаламды алуын сұраңыз. Саусақтары осы қалыпқа үйреніп қалған кезде майлықты алып тастап, онсыз жаттығуға болады. Екінші әдіс: қаламды үстелге тігінен қойыңыз және қақпақты үш саусағыңызбен ұстаңыз. Содан кейін саусақтарыңызды көтермей, тұтқадан төмен сырғытыңыз. Сонда олар қалаған күйде болады. Енді сіз жаза аласыз. Үшінші әдіс: оқыту шүмегі. Кеңсе тауарларының дүкендерінде арнайы тіркемелері бар қаламдарды таба аласыз. Олар жануарлар, құстар мен балықтар түрінде болуы мүмкін. Оларда әрқашан саусақтарға арналған орындар болады. Осылайша саусақтардың өзі дұрыс орналасады. Төртінші әдіс: резинка әдісі. Қылқаламның үстіне резинка таспаны салыңыз. Ілмекті орап, оған қарындаш салыңыз. Цикл оны дұрыс күйде ұстайды. Осы әдістердің барлығын қолданып көріңіз. Сонда сіз балаңызға не қолайлы екенін түсінесіз. Нүкте саламыз. Тамақтандыр. Құстарға жем береміз. Қаламыңды алып, нүкте түрінде жем салып шық. Айша көйлегіне қара нүктелері болғанын қалайды. Оған көмектесіп жібер. Көк көйлекке қаламыңмен нүктелер сал. Көлбеу сызықтар саламыз. Кірпіге тікенектерін салып бер. Яғни мынандай қылып тікенектерді салып, бір-бірімен тікенектерді салып шығамыз. Шыршаның бұтағын сызып шық. Үзік сызықпен берілген шыршаның бұтақтары да соны салып шығасыздар. Жоқ жерлеріне шыршаның бұтақтарын толықтырып саласыздар. Бұлттардан жаңбыр жауғыз. Орамалдың шашақтарын сал. Түзу сызықтар сызамыз. Пойыз жолын жөнде. Яғни мынандай қылып түзу сызықтарды сызып шығасыздар. Үйдің қоршауын аяқтап шық.
Мына жерде үлгі бойынша қоршау берілген, сол қоршауға қарап отырып, қалғандарын аяқтап шығарсыздар қоршауларын. Оқушылар А және Я әріптерінің достарымен танысайық. Әліпбиді қарайық. Нұрали А және Я әріптерін қайда жазыпты? Оқушылар, білесіңдер ме, сіздерге әріптердің жазбаша түрі не үшін керек? Баспа әріптер оқу үшін керек. Сол сияқты жазба әріптер сөздер мен сөйлемдерді жазу үшін керек. Біз неғұрлым дәптерге көп жазсақ, соғұрлым біздің саусақтарымыз әріптерді тез жазатын болады. Жақсы ма? Ал енді әріптер не үшін достасады? Соған оралайық. Мысалға, менің атымды жазу үшін әріптер бұлай достасады. Нұрали. Яғни, бұл жердегі әріптер бір-бірімен байланысып, достасып тұр екен. Ұстазыңа немесе ата-анаңа менің жазғанымды оқытып ал. Мұқият тыңда. Біздің әріптеріміз суретте көрсетілгендей орындықта біркелкі отыруы керек. Әріптер бұлай дейді. Әріптерді жолдан шығармай жаз. Ал біз әріптерді орындыққа біркелкі отырғызамыз. Нұрали сөзі екі сызықтың ортасында жазылған. Яғни, Н әрпі бас әріппен жазылып, қалғандары екі сызықтың ортасында байланысып жазылған екен. Барлық әріптер Нұрали отырғандай түзу отыру керек. Яғни, әріптерді әдемілеп, түп түзу қылып, екі сызықтың ортасына әдемі қылып толтырасыз. Келесі ана сөзін де әдемі қылып жазасыз. Сенің әріптерің орындықта қаз қатар отыру керек. Орындықтың үстіне шығуға және орындықтан төмен түсіп отыруға болмайды. Әріптер өте үлкен де өте кішкентай да болмау керек. Олар біркелкі болсын. Осындай қылып, әрпін екі жолдың ортасына әдемілеп жазып шығыңыздар. Нүктелер сал. Нұралидің салғанын қайтала. Жоғарғы қара сызыққа 2 нүкте, астыңғы қара сызыққа 2 нүктеден кезектестіріп сал. Мұны мынандай қылып үлгідегі бойынша салып шығасыздар. Жалғастырып. Енді ортаңғы қызыл сызыққа нүкте салып шығамыз. Мынандай қылып салып шығасыздар үлгі бойынша. Нұралидің салғанын қайталаймыз. Тік қиғаш сызықтар саламыз. Бұлттағы жаңбыр ұқсатып, тік және қиғаш сызықтар саласыздар. Балалар, тік қиғаш сызықтар салып шығамыз. Мына жерге жазу жолына ілмектер саламыз. Оң бағытына қараған ілмекті және сол бағытқа қараған ілмекті салып шығасыздар әдемі қылып. Менің жылдамдығым 60 секунд болды. Достым, сенің жылдамдығың қанша? Ілмекті қанша секундта салғандарыңызды уақытқа қарап белгілейсіздер мына жерге. Кіші әріптерді әдемі жазамыз. Бұл жерде нүкте, көлбеу сызық, ілмек берілген екен. Элементтерді пайдалана отырып, біз әріпін жазып үйренеміз. Және қысқа әріптерін жазып үйренеміз. Сіздерге үлгі ретінде беріліп тұр. Сол үлгіні бастырып, астына өздеріңіз қайтадан жазып шығасыздар. Одан кейін Н әріптерін әдемілеп. Міне балалар, осымен әдемі жазу сабағымыз аяқталды. Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 3-ші сынып 156-шы сабақ. Есептерді теңдеу құру арқылы шығару. Оқу мақсаты: айнымалысы бар өрнектер мен теңдеу түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген қарапайым есептерді шешу, қосу мен азайтуға берілген құрама есептерді санды өрнектер түрінде модельдеу. 3 амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және шығару. Сабақ мақсаты: сен есептерді теңдеу құрып шығарасың. Психологиялық ахуал: қайырлы күн достым, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн сізде қуанышқа толсын. Оқулықпен жұмыс балалар. Есептерді теңдеу құру арқылы шығар. Ойын-сауық орталығындағы мұз айдынында бірнеше бала коньки теуіп жүр. Оларға тағы 15 бала келіп қосылғаннан соң мұз айдынында 27 бала болды. Мұз айдынында алғаш неше бала коньки теуіп жүрді? Алдымен есептің балалар шартын құрып аламыз. Теуіп жүрді X бала, белгісіз. Қосылды 15 бала, болды 27 бала. Шешуі: X қосу 15 тең 27. X тең 27 азайту 15, X тең 12 бала. Тексереміз: 12 қосу 15 тең 27. 27 тең 27. Жауабы: мұз айдында алғашында 12 бала коньки теуіп жүрді. Міне балалар, мазмұнды есепті теңдеу құру арқылы шығарамыз. Дескриптор: қандай әрекет жасадық? Сіздер де осындай қылып шығарған болсаңыздар 1 балмен бағаланасыздар. Жеке жұмыс: Сәуле ойын-сауық орталығында фотосалонға 190 фотосурет шығартты. Ол осы фотосуреттердің бірнешеуін әжесіне сыйлағаннан кейін, оның 125 фотосуреті қалды. Сәуле әжесіне неше фотосурет сыйлады? Балалар, бұл жерде де есептің алдымен шартын құрып аламыз. Шығартты 190 фотосурет, сыйлады
X фотосурет қалды 125 фотосурет. Шешуі 190 азайту X тең 125-ке. X тең 190 азайту 125. X тең 65 фотосурет сыйлаған. Тексереміз 190 азайту 65 тең 125. 125 тең 125. Жауабы Сәуле әжесіне 65 фотосурет сыйлады. Дескриптор. Балалар енді осы есеп шығара отырып, дескрипторды өздеріңіз құрыңыздар. Және осы есепті дұрыс шығарған жағдайда 1 балмен бағаланасыздар. Топпен жұмыс 3 есеп берілген, яғни әр топқа бір есептен шығарылады. Мен қазір енді бірінші топтың есебін оқып таныстырайын, қалғандарын өздеріңіз шығарасыздар. Ойын-сауық орталығын безендіру үшін 6 метрлік 14 таспау және 2 метрлік 23 таспау сатып алынды. Барлығы неше метр таспау сатып алынды? Ол үшін есептің шартын құрып аламыз. 6 метрліктен 14, 2 метрліктен 23 таспау сатып алынған. Барлығы қанша екенін табуымыз керек. Ол үшін 6-ны көбейтеміз 14-ке, 84-ке тең, қосамыз, 2-ні көбейтеміз 23-ке, 46-ға тең, барлығын бір-біріне қосамыз. 130 метр таспау сатып алған екен. Жауабы барлығы 130 метр таспау сатып алынды. Өзіне берілген есептерді шығарады. Дескриптор құрыңыздар балалар. Бұл жерде сіздер қандай іс-әрекет жасадыңыздар? Дескриптор құрып, есепті дұрыс шығарған болсаңыз, 2 балмен бағаланасыздар. Есептерді теңдеу құру арқылы шығар. Гаухардың туған күніне бірнеше ұл және 12 қыз келді. Егер барлығы 28 бала келген болса, онда туған күнге неше ұл келді? Бұл жерде де есептің шартын құрамыз. Ұлдар X бала, қыздар 12 бала. Барлығы 28 бала. Шешуі X қосу 12 тең 28. X тең 28 азайту 12. X тең 16 бала. 16 қосу 12 тең 28. 28 тең 28. Жауабы туған күнге 16 ұл бала келді. Есебі де осы жерде көрсетіліп тұр, шығарып ала қойыңыздар. Енді балалар осы жерде қандай іс-әрекет жасағандарыңыз туралы дескриптор құрыңыздар және есептеріңіз дұрыс болған жағдайда 2 балмен бағаланасыздар. Өз бетімен жұмыс. Өрнектердің мәнін тап. А 124-ке, В 229-ға, С 2-ге тең. Өрнектің мәнін табу үшін мұна формулаға саламыз. А мен бұны қосып, оны С-ға көбейтеміз. Сонда 124 қосылған 229 көбейту 2 тең 706-ға. 95 қосылған 189 көбейту 3-ке 852-ке тең. 145 қосылған 78 көбейту 4 892-ке тең. Сіздер де осындай қылып шығарып, дескриптор құрып, тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда 2 балмен бағаланасыздар. Белгісіз санды X әрпімен белгілеп теңдеуді жаз және оны шеш. Егер белгісіз санға 25-ті қоссаң, онда 635 саны шығады. Яғни X қосу 25 тең 635 деген теңдеу құрып алдық. Бұл жерде X-тің мәнін табамыз. 635-тен азайтамыз 25-ті. X тең 610-ға. Тексереміз. 610 қосу 25 тең 635. 635 тең 635-ке. Міне балалар, қалған есепті де өздеріңіз шығарып, мына шығарылған есеппен тексересіздер. Дескрипторды өздеріңіз құрып, тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда 1 балмен бағаланасыздар. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. 234 көбейту 2 қосу 340 пен 5-тің бөлінісі азайту 924 пен 4-тің бөлінісі. Өрнегінің мәнін табуымыз керек. 234 пен 2-нің көбейтіндісі 468-ге тең. 340-ты 5-ке бөлгенде 68-ге тең. 924-ті 4-ке бөлгенде 231-ге тең. 468 пен 68-дің қосындысы 536-ға тең. 536 мен 231-дің айырмасы 305-ке тең. Екіншісінде өздеріңіз осындай қылып шығарып, менің шығарған есебіммен тексересіздер. 8-ші тапсырма. Бұл жерде бірнеше цифрлар берілген екен. Егер бір цифрды бір реттен артық қолдануға болмайтын болса, онда 1, 3, 5, 7 цифрларын қанша 3 таңбалы сан жазуға болатынын шығарасыздар. Мынандай қылып жазып аласыздар. 135, 153 деген сияқты. Яғни жүздігі 1 болатын сандарды жазып шығасыздар. Осы жерде бар
цифрлармен. Келесі жүздігі 3 болатын сандарды жазып шығасыздар келесі бағанға. Жүздігі 5 болатын сандарды, 3 таңбалы сандарды осы 4 цифр арқылы жазып шығасыздар. Келесі жүздігі 7 болатын сандарды осы 4 цифр арқылы жазып шығасыздар. Өздеріңіздің жазған сандарыңызды мына жерде тұрған жауабымен салыстырыңыздар. Егер де тапсырма дұрыс болған жағдайда 1 балмен бағаланып, дескрипторды өздеріңіз құрасыздар. Сабақ соңындағы ой толғау. Нақты қандай білім алдым? Нені жасап үйрендім? Мақсатыма жеттім бе деген сауалдарға өздеріңіз жауап бересіздер. Пікір қалдырыңыздар. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 93-94 сабақ. Болымды және болымсыз етістік. Оқу мақсаттары. Мәтіннің тақырыбымен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін құрау. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау. Сабақ мақсаты: мәтіннің тақырыбымен мазмұнын болжау. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру. Мұғалімнің көмегімен мәтін құрау. Жіберілген қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Етістіктерді тұлғасына қарай ажырату. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Мәтінді түсініп оқы. Мерген қыз. Бұған дейін біз мерген қыздар жөнінде естімеген еді. Еремов: "Ох, Николай Матвеевич, бізге осылар ғана жетіспей тұрған еді", деп сыбырлады. Күлуге болмайды, өйткені алдымда отан қорғау үшін келген жауынгерлер тұр. Бір сәтте саптың шетінде тұрған қара көзді нәзік қызды көрдім де, кім боласың дегенімше, ол саптан алға шығып: "Жолдас гвардия полковнигі, атқыш Алия Молдағұловамын", деп саңқ етті. "Атқышпын дейсің бе?" "Иә, атқышпын." "Онда атқыш Молдағұлова, ас үйге барып картоп ашисың", дедім. "Алия, жолдас гвардия полковнигі, мен майданға картоп ашу үшін емес, фашистерді құрту үшін келдім", деді. "Ойпырмай, қандай адамсың өзің?" "Иә, сондай адаммын." "Кәне, винтовкаңды бері әкел." Қаруын олай қарадым, бұлай қарадым. Бәрі мұнтаздай таза, тиісетін мін жоқ. Осы сәтте винтовкадағы ПЛК-сым орталық комитетінен мерген Алия Молдағұлова деген жазуды көрдім де сасып қалдым. "Қызым бар, фашистерді жайрат", деуден басқа ештеңе айта алмадым. Алиямен алғаш рет осылай кездестім. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Сені көшеде журналист тоқтатып, Алия Молдағұлованың ерлігі туралы не білесің деп сұрақ қойса, не деп жауап берер едің? Балалар, осы сұрақтарға жауап бересіздер. Дескриптор мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қояды. Мәтіннің мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береді. Мерген қыз Алия Молдағұлова кім? Алияның ерлігі туралы не білесің? Алия Нұрмағамбетқызы Молдағұлова 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында дүниеге келген. 1933 жылы анасынан айырылып, кейін Алматыда ағасының қолында тұрған. 1935 жылдан бастап Ленинград, Красногвардейский ауданы Гурдин көшесіндегі 46-шы балалар үйінде тәрбиеленген. 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. 1943 жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонның снайпері болған. Жау әскерінің 30-дан аса сарбаздары мен офицерлерінің көзін жойған. 1944 жылы 4 маусымда Алияға Кеңес одағы батыры атағы берілді. Ленин орденімен марапатталды. Болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықта. Оқу мақсатына сәйкес тапсырмалар орындаймыз. 40-шы жаттығу. Етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып оқы. Олар қандай етістіктер екенін айт. Қаш, жібер, шақыр, кеп, төс. Бұл болымды етістік. Болымды етістік түбір сөзден жасалады. Ал болымсыз етістік дегеніміз түбір сөзге жұрнақтар жалғану арқылы жасалған етістікті болымсыз етістік дейміз. Осы сөздерден болымсыз етістік құрап шығайық. Қазба, жіберме, шақырма, төзбе, теппе болымсыз етістіктер. Дескриптор етістіктің болымды және болымсыз түрлерін ажыратады. Егер де тапсырманы дұрыс орындаған болсаңыздар, 2 балмен бағаланасыздар. Шығармашылық үзіліс. Мұғалімнің көмегімен сызба,
график, кесте, фотосуреттерді пайдаланып, мәтін құрау, туған күн, кездесу, басқа да мерекелерге шақыру қағаздарын алып көрдің бе? Шақыру қағаздары не үшін және қалай жазылады? Досыңа арнап туған күніне шақыру қағазын жаз. Иә балалар, мына жерде сұрақтар қойылған екен. Сол сұрақтарға толық жауап беріп кетесіздер. Туған күніңе шақыруға арналған шақыру қағазын жазасыздар. Үлгі көрсетіп отырмын бұл жерде. Назым сізді наурыздың 17-сі күні сағат 11:00-де болатын еңбек ардагерлерімен кездесуге шақырамыз. Ұйымдастырушылар. Айгүл, сені наурыз 20-сы күні сағат 3:00-де болатын туған күнімен шақырамын. Құрметпен шақырушы Алия. Суреттер мен тірек сөздерді орынды қолдана отырып, шақыру мәтін құрап жазады. 2 балмен бағаланады. Мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжа, сонан соң мәтінді тыңда. Бұл жерде бейбарыс мәтіні берілген, бұл мәтінді мұқият оқып шығасыздар. Одан кейін астында сұрақтар берілген, сол сұрақтарға толық жауап бересіздер. Бейбарысты кімдер алып кетті? Ол өз өмірін қай елде өткізді? Бейбарыс қандай бала болды? Қалай ойлайсың? Ол қандай қасиеттеріне байланысты патша болды? Бейбарыстың туған жеріне деген сезімін қайдан білуге болады? Бейбарыс жусанды бойтұмарының ішіне неліктен салып алды? Дескриптор. Тақырып пен сурет бойынша мәтіннің мазмұнын болжайды, сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды. 2 балмен бағаланасыздар. Жаңағы сұрақтардың жауаптары. Бейбарысты жаугершілік кезінде соғысқан елдің адамдары оны атқа мінгізіп алып кетеді. Ол бүкіл өмірін араб елінде өткізеді. Бейбарыс ерекше бала болды. Ол өзінің мықтылығының, ақылдылығының арқасында патша болды. Елін сағынған сайын жусанды иіскеп, мауқым басу үшін. Ретін сақтап оқысаң мақал шығады, сол мақалды жаз. Бағыты берілген, сол бағыттарды бір-біріне қосып оқысаңыздар, мақал шығады екен. Қане тауып көрейік. Адам елінде, қоға көлінде көгерер. Осы мақалды дәптерге жазып аласыздар. Келесі оқу мақсаты жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Өлеңнің қатесін түзетіп жазамыз. Іштарлыққа білдірме, бақталастық жол берме, сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні. Қате жіберілген жолдары бар екен. Сол қате жіберілген жолды түзетіп жазамыз. Іштарлыққа жол берме, бақталастық білдірме, сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні. Дескриптор. Мәтінде жіберілген пунктуациялық қателерді түзетеді, 2 балмен бағаланады. Міне балалар, өлеңнің қатесін түзеп, сіздер де осындай қылып жазған боларсыз деп ойлаймын. Нақты қандай білім алдым, нені жасап үйрендім, мақсатыма жеттім. Осы сабақ жөнінде балалар кері байланыс берерсіздер. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Математика пәні 2-ші сынып 105-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тиімді есептеу. Оқу мақсаты қосудың ауыстырымдылық, керімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Сабақ мақсаты қосу амалының тиімді есептеу қасиеттерін білетін боласың. Біздің ұранымыз сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Оқулықпен жұмыс. Сырым мен Алия Қазақстанның көрікті жерлерін аралап қайтты. Есептеуді тиімді тәсілмен орында. Өрнектердің мәнін өсу ретімен ата. Сонда балалардың бұл орындарда қандай ретпен болғанын анықтайсың. Іле Алатауы. Бұл жерде өрнектер берілген, 4 санын 5 қайтара көбейтіп қосқан екен. Біз оны тиімді тәсілмен 4-ті 5-ке көбейтеміз, 20-ға тең болады. Іле өзені. Бұл жерде де өрнек берілген, 11 мен 3-тің қосындысы, оған 7 және 9-ды қосамыз. Біз бұл жерде тиімді тәсілді есептеп шығарамыз. 11 мен 9-дың қосындысы 20 болады, 3 мен 7-нің қосындысы 10 болады. Барлығы 30-ға тең. Көлсай. 31 мен 19-дың қосындысы 14 пен 36-ның қосындысы. 50 қосу 50 тең 100-ге. Алтын емел ұлттық табиғи саябағы 25-ке 5-ті қосамыз, 30 болады, 30-ға 20 қосамыз, 50 болады. Алакөл 20-ға 15-ті және 5-ті қосамыз, 40 болады, 40-қа 20-ны қосамыз, 60 болады. Тоңқарағай ұлттық табиғи саябағы, бұл жерде 21 мен 9-дың қосындысы, 24 пен 16-ның қосындысы, 30 қосу 40 тең
70-ге. Сырым мен Әлия Қазақстанның көрікті жерлерін аралап қайтқан екен. Өсу ретімен айтатын болсақ, ең алдымен Іле Алатауында болған, одан кейін Іле өзенінде болған екен, Алакөлде болған, Қатон-Қарағай ұлттық саябағында болған және Қостанай өңірінде болған екен. Салыстыр. Бұл жерде өрнектер берілген екен, осы өрнектерді салыстырып шығамыз. 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24-ге тең, 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге, 24 28-ден кем. 4 пен 9-ның көбейтіндісі 36, 9 мен 4-тің көбейтіндісі 36, екеуі тең. 24 бөлінген 4 6-ға тең. 24 пен 4-тің айырмасы 20-ға тең. 20-ны 5-ке бөлгенде 4-ке тең. 6 4-тен ар. 16 мен 4-тің бөлінісі 4, 4-те 2-ге өткенде 8. 18 мен 2-ның бөлінісі 9. 8 9-дан кем. 37 мен 4-тің бөлінісі 8-ге тең. 8-ге 5-ті қосқанда 13. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8. 8-ге 16-ны қосқанда 24. 13-тен 24 артық. 12 мен 4-тің бөлінісі 3-ге тең. 45-тен 3-ті алғанда 42-ге тең. 12 мен 3-тің бөлінісі 4. 4-ке 9-ды қосқанда 13-ке тең. Дескриптор. Өрнекті тиімді тәсілмен есептеп салыстырады. Егер де осы тапсырманы мұқият орындаған болсаңыздар, балалар, 2 балмен бағаланасыздар. Жеке жұмыс. Есептерді шығар. Кересеп құрастырып оларды шығар. Саябақты көгалдандыру үшін әрқайсысына 9-дан 3 қатар қайын көшеті отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Ол үшін алдымен есептің шартын құрып аламыз. Отырғызылды 9-дан 3 қатар, барлығы қанша көшет? 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27-ге тең. Жауабы барлығы 27 көшет отырғызылды. Саябақты көгалдандыру үшін әртүрлі ағаш көшеті отырғызылды. Берілген мәліметтер бойынша есеп құрастырып оларды шығар. Қайын көшеті 9, емен 6 көшет, терек 8, шырша 7 көшет. Шарты, яғни барлық көшет қанша екенін табуымыз керек. Олай болса, барлығын қосып шығамыз. 9 қосылған 6, қосу 8, қосу 7, тең 30. Жауабы барлық 30 көшет отырғызылды. Дескриптор есептің шартын құрады, шешуін табады, жауабын жазады. Егер де сіздерде тапсырманы осындай қылып орындасаңыздар, балалар, 2 балмен бағаланасыздар. Бауырсақ әдісі. Есептерге өрнектерді жаз, оларды шығар. Шағын заводта 45 килограммдық тыңайтқыш 9 қапшыққа салынды. Әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыш салынды? 45-ті 9-ға бөлеміз, 5-тен келеді. Әр қапшыққа 5 килограмм тыңайтқыш салынды. Саябақты көгалдандыру үшін әрқайсысы 9-дан 4 қатар қайың және әрқайсында 8-ден 3 қатар үйеңке көшеті отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Өрнек түрінде жазамыз. 9 көбейтілген 4, қосу 8 мен 3-тің көбейтіндісі тең 36 қосылған 24 тең 60. Жауабы барлығы 60 көшет отырғызылды. Б нұсқасы. Сенбілікке 8 ересек адам шықты, ал балалардың саны олардан 3 есе артық. Сенбілікке барлығы неше адам шықты? Бізге балалардың шыққан саны белгісіз. Ол үшін 8-ді 3-ке көбейтеміз, 24 болады. 24-ке 8-ді қосамыз, яғни барлығын табу үшін 32 болады. Жауабы сенбілікке барлығы 32 адам шықты. Ойлан, жұптас, талқыла. Бұл жерде өрнектер берілген. Бұл өрнектерді баған түрінде жазып, мәнін табамыз. 45 пен 29-ның қосындысы 74-ге тең, 59 пен 27-ның қосындысы 86-ға тең, 100 пен 45-тің айырмасы 55-ге тең, 62 мен 29-ның айырмасы 33-ге тең. Дескриптор. Өрнекті баған түрінде жазады, өрнектің мәнін табады. 2 балмен бағаланасыздар. Кері байланыс. Нұсқаулық. Оқушыларға баночканы таратып, бүгінгі сабақта не үйренгенін, сабақта жеткен жетістігін жазуды тапсырыңыз. Мен бүгінгі сабақта қосуды тиімді тәсілдермен есептеп үйрендім. Менің жеткен жетістігім өз еркіммен тапсырмаларды орындай алдым деген сияқты өз ойларыңызды білдіретін боласыздар, балалар. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Әдебиеттік оқу пәні 3-ші сынып 88-ші сабақ. Бұлақ көрсең көзін аш. Сабақтың тақырыбы Райымбек бастауы. Оқу мақсаты шығарма кейіпкеріне хат, ертегі, өлең, әңгіме, жазу. Сабақтың мақсаты шығарма кейіпкеріне хат, ертегі, өлең, әңгіме, жазу. Бағалау критерийі шығарманың кейіпкерлеріне хат жазады. Түсініп оқы және бастау сөзінің мағынасын біліп ал. Көш бастау қиын емес, қонатын жерде су болса.
Қол бастау қиын емес, шабатын жерде жау болса. Шаршы топта сөз бастау қиын, шешімін таппас дау бар. Бұқар жырау. Балалар, осы өлеңді өздеріңіз қара сөзбен түсіне отырып баяндап бересіздер. Ой қозғау. Бастау дегеніміз не, балалар? Бастау жер асты суларының жер бетіне шығатын көзі. Оны бұлақ деп те атайды. Бастау, бұлақ, бастау, сөз бастау, қол бастау деген сияқты мағыналарды білдіреді. Жолдасбай Тұрлыбаев, жазушы, ол 1932 жылы Алматы облысы Кеген ауданы Жалаңаш ауылында туған. Алтын тамыр балаларға арналған пьесасы, Ерке серке, балапандар, аңшының әңгімесі, семсер, бала мерген деген шығармалары бар. Енді балалар, сіздерге Райымбек бастауы мәтінін таныстырып өтейін. Мұқият зер салып тыңдаңыздар. Райымбек сарбаздары алғашқы күні-ақ сусыздықтан тарға бастады. Бүгін екінші күн. Шыдауға тура келеді, деді Райымбек жігіттеріне. Таң атып жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз. Райымбек қатты ойланып отырды да орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көкөйнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Атты жүре шалдырып, сайды өрлеп, аңдып келеді. Жерден көз алмайды. Бір ойпаттау жерге қарап, кідіріп қалды. Сол араға келгенде көкөйнақ та жерден көк тістеп тұрып, оқыранып жіберді. Сол жерден бас көтермей, көкті искеп қояды. Райымбектің күтіп келе жатқаны да сол еді. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөпте емес. Бояуы қанық, қою жасыл, тым балдыр. Бойында судан тартқан нәрі бары ап айқын көрінеді. Райымбек дәл аяғының астына бойлата сүңгі сұқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жұғылып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай үш құрлы найзаны сол алғашқы сұққан орнына қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұңқылап қайта тартып алғанда сүңгі соңынан атқылап су шықты. Қуанғаннан су деп дауыстап жіберді. Райымбек пен көкөйнақтың арқасында шөл далада адам да, ат та суға қанды. Алыс сапардан шаршап, шөлдеп келе жатқан жолаушы болса, өзінің де, көлігінің де сусынын қандыратын мөлдір сулы бастауды сол күннен бастап Райымбек бастауы деп атады. Енді балалар, мына жерде сұрақтар берілген екен, сол сұрақтарға жауап берейік. Райымбек батыр туралы не білесің? Райымбек Дүкеұлы 1705 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге келген. Райымбек батыр қолбасшы, ұлы жүз Албан ішіндегі Алжан руының Сырымбет тармағынан. Райымбек 17 жасында жоңғар басқыншыларына қарсы күресте ерлік көрсетіп батыр атанды. Райымбек батыр 1729 жылы Аңырақайдағы шайқаста Наурызбай, Өтеген, Қабанбай, Бөгенбай сынды қазақ ерлерімен үзеңгі түйістіре отырып, Сары Мыңжанның әскерін талқандаған. Райымбек батыр су көзі бар екенін неден аңғарды? Райымбек батыр су көзі бар екенін Райымбек бір ойпаңдау жерге қарап кідіріп қалды. Сол араға келгенде көкөйнақ та жерден көк тістеп тұрып, осқырынып жіберді. Сол жерден бас көтермей көкте искеп тұрады. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөпте емес, бояуы қанық, қоюы жасыл, тым балды. Бойында судан тартқан нәрі бар ап айқын көрінеді. Әңгіме неліктен Райымбек бастауы деп аталады? Басқаша тағы қалай атауға болады? Әңгіменің Райымбек бастауы деп аталу себебі ол су тапты. Басқаша Райымбек бұлағы деп те атауға болады. Суретке қара, мәтінге сүйеніп, Райымбек батырды сипатта, оның іс әрекетіне баға бер. Райымбек батыр, ақылды, аңғарымпаз, төзімді, табанды, қамқоршы, басшы. Бұлақ көрсең көзін аш дегенді қалай түсінесің? Бұлақ көрсең көзін аш, су табиғаттағы баға жетпес сый.
Ата бабамыз бұлақ көрсең көзін аш деп өсиет айтқан. Бұл суды таза ұстау, қорғау деген мағынаны білдіреді. Балалар, мына жерде үзінді берілген екен. Логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қоюымыз қажет екен. Осы үзіндінің екі нұсқасын қай бөлігі дұрыс деп ойлайсыздар? А нұсқасы немесе В нұсқасы? В нұсқасы дұрыс. Мәтін, яғни мағына жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Мәтінге логикалық мағынасына сәйкес екі бөлікке бөлуге болады. Бірінші бөлікті ат жетектеген батыр, екінші бөлікті аттың сезімі деп атауға болады. Себебі бірінші бөлікте батыр атын жаяу жетектеп су іздеуге шықса, екіншісінде аттың бір ойпаңдау жерге келгенде су шығатын жерді сезіп, сол жердің көк шөбін иіскелеп тұрып алуын суреттеген. Райымбек пен оның сарбаздары неден тарықты? Тамақтан, қарудан, судан. Әрине, судан тарықты. Райымбек жігіттерге не деді? Екі жауапты белгіле. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз. Шыдауға тура келеді деген жауап берген болатын. Әңгімені оқы, дұрыс құрылған жоспарды анықта. Яғни мына жерде мәтін бойынша екі жоспар, А жоспары және В жоспары құрылған. А жоспарында Райымбектің ауылына қайтуы, аттың шабысы, судың шығуы деп берген. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келмейді. В жоспарын оқып көрейік. Райымбектің ат жетектеп су іздеп шығуы, көкойнақтың оқырануы, судың шығуы. Яғни бізге осы мәтінге В жоспары сәйкес келеді екен. Жоспар мәтін мазмұнының ықшам, нақ әрі жүйелі берілген тірек негізі. Дұрыс құрылған жоспар В жоспары. Райымбектің ат жетектеп су іздеп шығуы, көкойнақтың оқырануы, судың шығуы. Себебі Райымбектің қолына сүңгі алып, атқа мінбей, көкойнақты жаяу жетектеп, су іздеп шыққан сәті суреттелген. Әрі қарай көкойнақтың жерден көкті тістеп тұрып, оқыранып жібергені. Ол жерден батырдың сүңгімен жерді шұқылап, су шығарғандығы суреттелген. Сондықтан В жоспары дұрыс жауабы болады. Кері байланыс. Нақты қандай білім алдым, нені жасап үйрендім, мақсатыма жеттім бе деген сауалдар бойынша өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Балалар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сәлеметсіздер ме? Математика пәні 3-ші сынып 169-170 сабақтар. Өзіңді тексер. Оқу мақсаты. Есептерді шығаруда бір заттың массасы саны, жалпы масса, бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын, ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану. Уақыт, секунд, минут, сағат, тәулік, ғасыр бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру. Сабақ мақсаты. Мен өзімнің жетістіктерімді тексеремін. Оқулықпен жұмыс. Білу. Мен уақыт өлшем бірліктерін білемін. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте 6 сағат 5 минут, 365 минут, 240 минут, 4 сағат, 2 минут 45 секунд, 165 секунд, 4 ғасыр 90 жыл, 490 жыл, 4 тәулік 18 сағат, 114 сағатқа тең, 16 жыл 11 ай 203 айға тең екен. Қолдану. Саяхатшылар 3 сағат жаяу жүрді. Содан кейін демалу үшін 50 минут аялдады. Олар тағы 7 сағат жүрді. Саяхатшылар барлығы қанша уақыт жолда болды? Жаяу жүрді 3 сағат, аялдады 50 минут, тағы жүрді 7 сағат. Барлығы қанша уақыт жолда болды? Ол үшін 3 сағатқа 50 минутты және 7 сағатты қосамыз. Барлығы 10 сағат 50 минут. Жауабы: саяхатшылар барлығы 10 сағат 50 минут жолда болды. Талдау. Саяхаттардағы уақытты анықта. Саяхаттар 1 сағат 7 минут 20 секундтан кейін қандай уақытты көрсетеді? 14 сағат 00 минут 40 секундты, 02 сағат 0 минут 42 секундты, 08 сағат 15 минут 50 секундты, 20 сағат 15 минут 50 секундты, 9 сағат 40 минут 30 секундты, 21 сағат 40 минут
30 секундты. 14 сағат 0 минут 42 секунд. Қосамыз 1 сағат 7 минут 20 секундты тең 15 сағат 7 минут 62 секунд. Ол тең болады 15 сағат 8 минут 2 секундқа. 08 сағат 15 минут 50 секунд. Қосу 1 сағат 7 минут 20 секунд. Тең 9 сағат 22 минут 70 секунд. 9 сағат 23 минут 10 секундқа тең екен. 9 сағат 40 минут 30 секунд. Қосу 1 сағат 7 минут 20 секунд тең 10 сағат 47 минут 50 секундқа тең екен. Жинақтау. Есепте 7 тәулік 19 сағаттан 4 тәулік 10 сағатты азайтқанда 3 тәулік 9 сағат 72 сағат қосу 9 сағат тең 81 сағатқа тең екен. 5 сағат 25 минуттан азайтамыз 2 сағат 50 минутты тең 325 минут. Одан 170 минутты азайтқанда 155 минутқа тең. 3 минут 20 секундты бөлеміз 5-ге, 200 секунд бөлінген 5 тең 40 секунд. 3 ғасыр 15 жыл қосу 4 ғасыр 80 жыл тең 315 жыл қосу 480 жыл 795 жыл. 130 секунд көбейту 3 тең 390 секунд. 6 минут 30 секундқа тең екен. 360 жыл қосу 450 жыл 810 жыл тең 8 ғасыр 10 жылға. Бағалау. Тура теңдіктер мен теңсіздіктерді тауып жаз. Уақыт өлшем бірлігін бір шамадан екіншісіне қалай өрнектеуді білемін және қатесін түзете аламын. Яғни бұл жерде қате өрнектер берілген екен, сол қате өрнектерді түзетуіміз қажет. 2 тәулік. 2 тәулік, 2 тәулік екеуі тең болады. 2 тәулік 5 сағат, 2 тәулік 1 сағат. 90 секунд, 80 секунд. 1 минут 20 секундымыз 80 секундқа тең екен. 4 минут 50 секунд, 290 секунд, 450 секунд 24 сағатқа тең. 26 сағат 1 тәулік. 1 тәулік 24 сағатқа тең. 26 сағат 100 үлкен екен. 2 сағат 120 минут 110 минуттан артық. Міне балалар, қалғанында өздеріңіз осындай етіп қарап аласыздар. Яғни дұрыстарын төменге жазып қойдым. 26 сағат 1 тәулік. 1 тәуліктен 26 сағат артық. 2 сағат 110 минуттан артық. 80 секунд 1 минут 20 секунд екеуі тең. 130 секунд 2 минут 20 секунд артық екен. Міне балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар. Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Әліппе. 1-ші сынып 79-ші сабақ. Тақырыбы я дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрау, сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту, жазу жолын, жол аралықты, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу, талаптарына сай жазу. Сенің білетінің, суреттер бойынша шағын әңгіме құрай аласың, сөздерді анық айтуды үйренесің, сөздерді, әріп элементтерін көркем жазып үйренетін боласың. Балалар, олай болса жұмбақ шешіп алайық. Тыңдайық. Жесең ащы көзден шығарар жасты. Пияз. Бір мақұлық мойны жуан, тірсегі ұзын, тікпесе де өзі етік сақтар бізін. Тағда іскен ғайлы қайшысы бар, іс тігіп көрмесе де еш қызығын. Шаян. Қоянда бар, қайыңда жоқ, қиярда бар, қиында жоқ. Бұл қандай әріп? Я әріп, я әрпі. Дұрыс айтасыздар балалар. Олай болса, балалар, я дыбысы мен әріпмен танысатын боламыз. Я дыбысы дауысты дыбыс, ол қосарлы дыбыс, барлық буында кездеседі, буын жасайды. Мына жерде балалар, я әрпінің бас әрпі және кіші әрпі берілген. Осы я әрпін салып үйренетін боламыз. Суретке назар аудара қояйық. Саят қоянның суретін салды. Я әрпін үйден, түймелерден жасап көріңіздер балалар. Я әрпі и мен а естілгенмен я жазылады. Немесе а мен и естілгенмен я жазылады.
Мысалға мына жерде қоян деген сөзді алайық. Қоян да 5 дыбыс естіліп тұр, бірақ 4 әріп бар. И мен А естілгенмен Я жазылады. Я әрпінің жазылуына назар аударайық, балалар. Я әрпінің бас әрпі, Я әрпінің кіші әрпі. Міне балалар, осындай қылып Я әрпін бүгінгі сабақта жазып үйренетін боламыз. Келесі, сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту. Аяз, таяз, аяқ, таяқ, қоян, шаян, қияр, пияз. Енді осы сөздердің мағынасын түсіндіріп кетейін. Аяз табиғи құбылыс. Аяз температура 0-ден әлдеқайда төмендегенде болатын қысты күнгі ызғарлы суық. Таяз терең емес деген мағынаны береді. Аяқ адамның дене мүшесі. Таяқ ағаш деген мағынаны білдіреді. Қоян жануар, шаян жәндік, қияр көкөніс, пияз көкөніс. Міне балалар, әр сөздің мағынасын біліп жүріңіздер. Сөздің мағынасын білген сайын сіздердің сөздік қорларыңыз молаятын болады. Енді балалар, ары қарай мен сіздерге Сұр қоян деген өлеңді мәнерлеп оқып берейін. Ұзын құлақ сұр қоян естіп қалып сыбдырды, ойлы қырлы жерлермен ытқып жүгірді. Қарап еді артына, қиығын сап көзінің, келе жатқан томпаңдап, көжегі екен өзінің. Бұл өлеңде қоянның қорқақтығы туралы айтылған. Сұр қоян кішкене ғана дыбысты естіп қалып, жүгіре жөнеледі. Көзінің қиығын салып артына қараса, томпаңдап келе жатқан өзінің көжегі екен. Жазу жолын, жол аралықты, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу, талаптарына сай жазу. Міне қазіргі кезде осындай оқу мақсатына сәйкес тапсырма орындайтын боламыз. Алдымен Я әрпін әдемілеп, көркемдеп дәптерге жазып аламыз. Яның бас әрпі және кіші. Сонымен қатар мына жерде сөйлемдер берілген. Құс бұтаққа ұя салды, ұясы әдемі болды деген. Екі сөйлем берілген екен. Осы сөйлемді әдемілеп, байланыстырып, әріп элементтерін сақтап, дәптерге көшіріп жазып аласыздар, балалар. Сен білесің бе ойын? Сөздер берілген. Сол сөздерді дұрыс жазу керек. Ай-ақ деп сөз берілген екен. Ол қалай жазылады? Аяқ деп жазылады. Солай ма, балалар? Таяқ, таяқ, қой-ан, қоян, шай-ан, шаян, ай-аз, аяз, тай-аз, таяз. Міне балалар, сіздер де осылай жазды деп ойлаймын. Мысалы, ай-ақ сөзінде 4 дыбыс естілгенмен 3 әріп бар. Ереже, сөзде И мен А естілгенмен Я әрпі жазылады. Бұл ережені міндетті түрде балалар жаттап аласыздар. Сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрау. Суреттерді дұрыс пайдаланып, мәтінді оқимыз. Ауызша тапсырма, балалар. Қысқы ойын мәтіні. Қыс түсті. Қар жауды. Балалар далаға ойнауға шықты. Шанамен сырғанады. Шаңғы тепті. Олар аққала жасады. Аққаланың басына шелек кигізді. Қолына қолғап кигізді. Демалыстары көңілді өтті. Сіздер де мен айтқандай етіп сөйлемді құрады деп ойлаймын.
Балалар, сабағымыз аяқталды. Егер де бүгінгі сабақты жақсы меңгерген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Каналға тағы да сабақтар салатын боламын. Балалар, зейіндерің ашылсын. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Ұртоқпақ ертегісі. Ертеде ешкі жүні бүртеде. Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір кедей болып, тұзақ құрып күнін көреді екен. Бір күні шал тұзағын келіп қараса, бір қаз түсіп қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып алып, бауыздайын десе, қаз шалға айтыпты: «Сен мені босат, менен не сұрасаң, соны бір жылдан кейін ал» дейді. Шал мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Үйіне келіп, жаңағыны айтса, кемпірі шалға ұрсады. Шал, қой, сен түк білмейсің деп, сөзін тыңдамай жүре береді. Бір жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болады. Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүрген екен. Келіп түйешіден: «Бұл кімнің түйесі?» деп сұрайды. «Бұл Қазбайдың түйесі» дейді. «Бұл Қазбай баяғы қаз екен» деп шал ойланып тұрып жүріп кетеді. Бір жерге келіп: «Бұл кімнің қойы?» деп қойшыдан сұрайды. Қойшы: «Бұл Қазбайдың қойы» дейді. Шал жаңағы қойшы баладан: «Шырағым, Қазбайдың бұдан басқа несі бар?» дейді. Бала шалға: «Қазбайдың 3 жақсы нәрсесі бар. Піс қазаны піс десе, әр түрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі құс есегім құс десе, есегі алтын құсады. Тағы біреуі ұр тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра береді» дейді. Мақұл деп шал жүріп кетеді. Шал Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай шалды күтіп алады. Шал Қазбайдан піс қазанын пісті сұрайды. Қазбай сұрағанын береді. Шал алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балалар шалға: «Ата, асқа түс» дейді. Шал асқа түседі. Үйге кіріп бара жатып, шал балаларға: «Шырақтарым, піс қазаны піс демеңдер» дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар тыңдасын ба, «Піс қазаным піс» деп шулап қоя береді. Сөйдеген кезде әр түрлі тамақ пісіп даяр болады. Балалар қазанды айырбастап алып қалады. Шал қазанды үйіне алып барып, «Піс қазаным піс» десе, еш нәрсе піспейді. Шал қазанды алып, Қазбайдың үйіне қайта келеді. Қазбайға: «Бұдан еш нәрсе шықпады» дейді. Қазбай қазанды алып, «Піс қазаным піс» десе, еш нәрсе шықпайды. Қазбай қазанның орнына шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті алып, үйіне қайтады. Жолда келе жатса, балалар шалға: «Ата, асқа түсіңіз» дейді. Шал асты тастағысы келмей есектен түседі. Үйге кіріп бара жатып, балаларға: «Шырақтарым, құс есегім құс демеңдер» дейді. Балалар мақұл дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар: «Құс есегім құс» десе, есек алтын құсады. Балалар есекті айырбастап, орнына басқа есек қояды. Шал есекті алып, үйіне кетеді. Кемпірі: «Қаздан барып алып келгенің осы ма?» дейді. Шал есекке: «Құс есегім құс» десе, есек еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып, Қазбайға тағы қайта келеді. Есек еш нәрсе құспайды дейді. Қазбай есекті алып, «Құс есегім құс» десе, еш нәрсе құспайды. Шалға Қазбай ұр тоқпағын береді. Шал ұр тоқпақты алып келе жатса, баяғы жерде тағы да балалар жүр екен. Балалар шалға: «Ата, асқа түс» дейді. Шал үйге кіріп бара жатып: «Шырақтарым, ұр тоқпағым ұр деп айтпаңдар» дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң, дәндеген балалар: «Ұр тоқпағым ұр» дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын ал кеп ұрсын.
ұрып жүр. Балалар тоқпаққа жалынады. Ойбай, піс қазаныңды, құс есегіңді берейік дейді. Шал келе жатып естіп қояды. Шал келіп, піс қазанды, құс есекті бересіңдер ма дейді. Балалар, мақұл береміз, ұр тоқпағыңызды тоқтатыңызшы дейді. Балалар піс қазанды, құс есекті әкеліп береді. Шал піс қазанды, құс есекті, ұр тоқпақты алып, үйіне келеді. Сөйтіп, мұратына жеткен екен. Балалар, міне осымен ертегіміз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет, балалар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Әліппе пәні 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы Х дыбысы мен әрпі. Оқу мақсаты: сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрау, сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту. Оқу түрлерін буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу, қолдану. Жазу жолын: жол аралықты жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем талаптарына сай жазу. Сенің білетінің, сюжетті сурет бойынша әңгіме құрайсың, сөздерді дұрыс айтып үйренесің, әріп элементтерін, сөздерді байланыстырып жазасың. Неге ұқсайды? Талдан иген ағаш ат, жүйрік болсын балам, Хығада ұқсаған көмекші ат, жасап берді Адамбек. Орындыққа қарайық, ұқсайды екен қай әріп? Яғни орындығымыз Х әрпіне ұқсайды. Болжау әдісі. Мына жерде балалар кресло, диван, тумба, кухонный стол, орындық бәрін бір сөзбен қалай айтамыз, балалар? Жиһаз деп айтамыз. Жиһаздар. Я, балалар, жиһаздар сөзінде бізге таныс емес әріп бар ма? Х әрпі таныс емес. Олай болса, балалар, сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрастырайық. Х әрпі дауыссыз дыбыс. Ол сөздің ортасында кездеседі. Жиһаз ағаштан жасалған тұрмыстық бұйым. Айдаһар ертегілерде кездеседі. Гауһар қымбат бағалы тас. Балалар, Х әрпін ауада жазып үйренейік. Ал кәне бірге жазамыз, балалар. Жоғарыдан төменге қарай. Міне осындай етіп балалар жазамыз. Сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту, оқулықпен жұмыс. Бұл жердегі суретке қарай отырып, өздеріңіз, балалар, суретке қарап сөйлем ойлай қойыңыздар. Мына жерде айдаһар сөзі берілген. Айдаһар сөзінде 3 дауысты дыбыс, 3 буын бар. Балалар, Х әрпін үйден жіптен жасап көріңіздер осындай қылып. Жарай ма, балалар? Енді мен сіздерге сөздер оқып берейін. Қане, менімен бірге қайталаңыздар. Қаһар, қаһарлы, қаһарман, гауһар, жиһаз, шаһар, жаһан, жиһангез, мәшһүр. Жарайсыздар, балалар. Осы сөздердің мағынасын таныстырып өтейін. Қаһар сұсты деген мағынаны береді. Қаһарлы, айбарлы, қаһарман, ержүрек, батыр деген мағына береді екен. Гауһар асыл тас, жиһаз ағаштан жасалған тұрмыстық бұйым, шаһар қала, жаһангез саяхатшы, жаһан әлем, мәшһүр әйгілі, атақты, даңқты деген мағынаны береді екен. Балалар, бұл сөздердің мағынасын біліп жүріңіздер. Келесі оқу мақсатына сәйкес оқу түрлерін буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу, қолдану. Гауһар Адияға хабарлама жазды. Елімізде халық қаһарманы деген атақ бар. Осы атақтың иегерлерін білесің бе? Мәтінде Гауһар Адияға хат жазғанын айтады.
Ол хатында қалық қаһарманның есі кім екенін білесің бе деген екен. Қаһарман ер жүрек батыр деген сөзді білдіреді. Олай болса, қаһарман Бауыржан атамыз туралы бейне жазбаны тамашалайық. Ұлы қаһарман Бауыржан. Жазу жолын жол аралықты жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай жазу. Балалар, сіздер дәптерлеріңізге Х әрпін көркем жазып шыға қойыңыздар. Одан кейін мына жерде берілген суреттерді қатессіз жазамыз. Қандай сөз екен? Айдаһар, қоян, хат, аю. Яғни осы сөздерді дәптерлеріңізге жазып аласыздар. Көшіріп жаз. Мына жерде сөйлемдер берілген, осы сөйлемді дәптерге байланыстыра отырып, әдемілеп, әріп элементтерін жақсы етіп салып, көшіріп жазасыздар. Шығармашылық жұмыс. Бұл жерде ертегідегі кейіпкерлерді боя, қай ертегі деп ойлайсың? Сіздерге суреттер берілген, осы суреттерді қарай отырып, ертегінің кейіпкерлерін өздеріңіз бояп шығасыздар. Одан кейін екінші тапсырма айырмашылықты тауып бояу. Яғни оң жағында және сол жағында суреттер берілген, екі суретте бір-біріне ұқсас, осы суреттердің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Соны бояп шыға қоясыздар бірде қылып. Неше айырмашылық тапқандарыңызды айтатын боласыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Х әрпін меңгерген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да бейне жазбаларды салатын боламын. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.